Жылқының бағасы доңыздан төмен, ал жылқының сүті ешқандай бағалаусыз, бағасыз болып бара жатыр. Егер біз бағасын біле білсек, осы жылқы сүтінің өзін өндіру арқылы, оны тереңдетіп өңдеу арқылы үлкен қазақ халқының ұлттық брендіне айналдыруға мүмкіншілігіміз бар. Енді осы жылқы сүтін біздің елімізде мына Молодежныйдағы шағын зауытты қоспағанда бірде-бір жылқы сүтін өңдейтін зауыт жоқ. Осы жылқы сүтін өңдейтін зауыт салу жалпы жоспарларыңызда бар ма, Айдеке? Шында да мына жерде бізде Қарағанды облысында саумал, мен ана жұмада борып аралап келдім, жігіттермен кездестім. Сауып атқан биелер біраз азаматтар бар әр облыста, бірақ та саумалды өткізу проблемасы бар екен. Европаға өте алмай жатырмыз дейді, сұраныс шамалы. Қытайға сұрап жатыр қазір өткізуге. Сосын Арабский Эмиратқа жіберіп жатырмыз. Ол жерде жалғыз неге емес, құлындарды да сонымен нетеді екен, тамақ ретінде береді екен. Сондықтан қазір Қытайға біз ограничениені алып тастадық. Енді қазір реестрға кіргізуге жұмыстарын жасап жатырмыз. Сол Қарағандыдан бастаймыз. Ашылса, онда сұраныс болса, жаңағындай завод салуға біраз адамдар бар.